сахнаға шығатындар. Батыс Қазақстан облысының ақыны Элдар Ихсанов. Элдармен айтысатын сыр өңірінен келіп тұрған Қызылорда облысы Шиелі ауданының тамаша ақын баласы Ержан Әміров. Алла деп алдарыңа қадам бастым, ассалаумағалейкум амандастым. Жайыққа жырдың көші жеткен кезде мен қалай отын бірге жаға алмаспын. Марғасқа Махамбеттің ұрпақ едім, жүзіндей жарқыраған аға алмастың. Намысыңды қорғауға шығып тұрып, мен қалай шал құйрықтай шаба алмаспын. Өзіңдей жанашыр жұрт тұрған кезде көрінгеннің шаңында қала алмаспын. Олына жанашитын сіздей жұртты жалғанда жетайын алсам таба алмаспын. Әгейгәгім, әгейгәгім ай. Қонағым отырсың ба қарап бәрін, өзіңе жар болсыншы жаратқаным. Бала жастан қолыңа домбыра ұстап айтысып талайды бет қаратпадың. Жас болсаң да жаныңа азық боп жүр өмірден алып жүрген сабақтарың. Ал Ержаным қош келдің Ақжайыққа, әр күн сайын аттырған абаттаңын. Жолына жуа бітпей өне берсін сырдағы туа біткен таланттарың. 60 минут кешігіп сен түгілі бізге қарай келді ғой сағаттарың. Әгейгәгім, әгейгәгім. Олылардың үрдісі үлгі еткенің, сыр мектебің ол сенің жыр мектебің. Ассалаумағалейкум амансың ба елге келген Ержандай құрметтерім. Жылы жақтан жеттің бе аман есен, бізден бұрын қарсы алған гүл көктемін. Жайыққа жылы жақтан жетіп келіп жалаң бас жейдеменен жүрмеп бедің. Аяғыңа кигенің кроссовка тізеңді тізең ұрып дірдектедің. Жаз болғаннан соң біздің жақты көзіңе ілмеп бедің. Оралды да солай деп ойлап бедің, жылығасын Қызылорда Шымкенттерің. Алтай әкім басқарған Ақжайықта алтай қыс болатынын білмеп бедің. Әгейгәгім, әгейгәгім. Оу, карабіл болам дейді көлімдегі, кімнің қолтығына жел үрледі. Алтай әкім басқарған бұл атырап, алтайлық қыс болатын өңір деді. Қызылорда Шымкентте көктем қой деп жарамас жершілдікке бөлінгені. Сол көктем ерте шығар жақта туған көлгіні әкіміңде төріңдегі. Қонақ болып келгенде қызық екен, көзіңе кроссовкам көрінгені. Дос басыңа, дұшпаның аяғыңа қарайды деген мақал тегім беді. Аяғыма көз салған қандай доссың, өзгеріс байқалмайды өңіңдегі. Суыт жүріп жеткенде Ақжайыққа суықты сұлтау қылар жөнің беді. Алтайлы қыс болғанмен Оралымның тұрғындары тым ғажап өмірлері. Пеште ыстық пейілімен жылытатын 12 ай жаз емес ме көңілдер ай. Ау түспеген қантақтан, батыраттан, Оралым 300 ме атымақтан, шегірткедей жауғаптап кірмесін деп шекараның шетіне жақын отқан. Бұл өңірдің ерлері қақарланса, дұшпанның қабырғасын қақыратқан. Қыздарының өзі де батыр болып, ерлігін жақын түгіл жат ұнатқан.
Хиуаз құрыш қанат құс мінгенде фашистердің тобырын тоқыратқан. Мәншіктер пулементін сатырлатса, немістің шыққыр көзін шатынатқан. Солар қылған ерлікпен елдік еді, қазағымды биікке сатылатқан. Сіздерге дұғай салем ала келдім, алашқа ана болған атыраптан. Көшелі істіндірған осы өлкеде, көшер байып туылған топырақтан ай. Іреңім қарағанды шақтасындай, жүрегім кең даланың тақтасындай. Қалың ел қолдау берсе жақтасымдай, менің де белгілі ғой жатпасым жай. Төріңе тұңғыш рет табан тиіп, батпандай қонып отыр бақ басымдай. Қадырдың жерлестері қадыры бар, нарынның тұлғалары нақтасылдай. Қарыс сүйем жеріңді қимас едім, алтын берем десе де ат басындай. Мен үшін шетте тұрған Орал елі, көңілі оңтүстіктің мақтасындай. Асып өте алмайтын аспан көздер, батыстағы қазақтың қақпасындай ай. Жайыққа жол жүрем деп жарақтандық, тасқа шеге қағуға талаптандық. Ассалаумағалейкум елдар иқсан, төбеңнен құйып тұрған жаратқан құт. Кеше таңда вокзалдан күтіп алған ағалық пейіліңнен абаттандық. Таңғы 4-те қонақ деп құшақ жайып, құрметпен қарсы алғанда қанаттандық. Жеңген қазан көтерді, үйге жүр деп, қазақ ауыл жолымен алаттандық. Жолшыбай бензиніңіз бітіп қалып, көлікте күтіп 2-3 сағатта алдық. Сықи жақта сықиып қатып қалып, Жәңгірхан жаққа қарай қарап қалдық. Махамбет пен Исатай бабалардың ескерткіші болуға сәлақ қалдық ай. Ұлан едің, кісіні кемсітуге құмар едің. Сықиып, сықи жақта қатып қалсақ дейсің бе, бізде ескерткіш қылады елім. Бензинім бітетінін білген кезде ертерек вокзал жаққа шығар едім. Қайта күтіп алғаныма шүкір деші, жалғыз өзің сол жерде сен қалай тұрар едің. Керісінше баратқанда мына менің бензинім бітіп қалса, мына менің Махамбет пен Исатай бұлай тұрсын Чапаевтың мұртын ұстап тұрар едің. Ақынға сөз маржанын теру керек, қошемет сонда елден тегін келеді. Ендеше жастар жылы, жастар жансын, жастардың да шабытын көру керек. Жас келсе іске деген қазағымыз, нәтижесін берейік соның демек. Көкелер бала ісі шала демей, мағжан сенген жастарға сену керек. Жалындаған жастарға кейбір жандар жыламай жылы орнын беру керек. Сөйтіп жақындатсаңдар қашығайды, жастардың жігері еш жасымайды. Сапарбайып орнына бара сала, халыққа жеткізді ғой ашып ойды. Әр адамға, әр балаға берем деп 21 000. Өкімет көмек қылмақ басы байлы. Ендеше сенде ержан қарап қалма, өмірдің соңы мәре басы бәйгі. Күн батқанда келінді мазалай бер, назарыңнан шығармай осы жайды. Жарыңды көп балалы ана қылсаң, мейірімі жан жағына шашырайды. Қаржылық жағдай оның жақсы болса, саған қалай жан оның ашымайды.
бала бағам деп қиналмайсың. Бауырым айтар болсам осы жайлы, саған аузын ашпайды, керісінше туа сала өзіңді асырайды. Әгейгәгім, әгейгәгім. Сүлейлердің сарықты сөз ап тұрса, озады айтар ойын озат қылса, вокзалға бармағанда қайтереңдеп, төбемнен төндірдің ау азап мұнша. Чапайыптың қасында тұрар еңдеп, қайтейін елдараға мазақ қылса. Батыстың байтақ жұрты қуанбай ма, Ержанның ескерткіш боп өзақ тұрса. Чапайыптың мүсінін алып тастап, өзі келіп орнына тезақ тұрса. Қылышын жалаңдатқан казактардан вокзалыңның маңайын тазарттырса. Жақайыптың елінен жетіп келіп, Чапайыптың орнында қазақ тұрса. Елдармен отыр едім ерегеспей, көршімнің көздегені төбелес қой. Апырай, мынау айтқан ақылыңыз Аплатонның сөзінен кем емес қой. Баланы қалай бағам, өз шаруам, оған араласқаның жөн емес қой. Бұған дейін туылған қос баламды Елдаржан асыраған сен емес қой. Туа сала балаңыз асырайды деп, үмітіңді жансыңа үкіл еткен. Ақылы бар адамның сөзін айтшы, аузынан анасының сүті кепкен. Бір қозы артық туса шебер құдай, далаға бір жусанды бітік еткен. Өткеннің өнегесін үлгетейік, жарамас дүниен айтып күпір еткен. Сұрамай адамдардан бабаларым, адамдардан сұрамай бабаларым, Алланың бергеніне шүкір еткен. Бір рулы ел болған қазақпыз ғой, бір тиын алмаса да үкіметтен келгенде көкденендей көмбеңізге, жаратқан бақ бере көр пендеңізге. Сүйеніп сөйлесеңде сен негізге, бауырым үмітіңді елден үзбе. Көп балалы әке бол деп жатырсың, қабыл болсын тілегің термеңізде. Өзіңде 10 жыл бұрын отау құрып, көрікті жар кірмеп бет көрмеңізге. 10 жылда 2 бала таптырыпсың, бірін тұңғыш ал бірін кенжемізде. Өзің жайлы ел жұрттан сұрастырғам, сұрау салды деген соң сен де бізге. Бірі мықты асаба деді сені, алғыспен ие болған мол лебізге. Бірі ол балықшы ғой жайын түгіл, шабақта түспейді деді кермеңізге. Көпшілігі аңшы деп таниды екен, қансонарда қас қақпай ерген ізге. Бауырын жерден бір ай көтермейді, үйрек қонды десеңіз көлге күзді. Мүлт кетпес мергенім ай, 10 жыл бойы болмайтын ергеніңде керуен үзге. Бөкен қуып жүргеннен пайда бар ма, бөбек шулап жатпаса бөлмеңізде. Екпетіңнен жатып атқан оғың, екі ақырет тиген бе жеңгемізге уай. Не дейді Қызылорданың текті адамы? Текті адамы әзілге епті адамы. Екпетінен жатып батқан оғын 2 рет дәл тигізді деп қалады. Екеуден асырмадың бала санын деп қарсылас әзілмен жеп барады. Өзің айтқан аңшымын балықшымын өзенге құрылатын сеткалары. Ағаңыз бөрдей боп түзде жортып, ер азығын жолынан көп табады. Бұл елдар дала жақта жүргенменен болғысы келіп жүр ғой көп балалы. Бір айдың 3 жұмасын дала жақта өткізіп сосын үйді бетке алады. Онымен үйге келсе жағаласып Қызылордадан қонақтар кеп қалады. Әгейгәгім, әгейгәгім. Адамзат бір тамшыдан жаратылар,
бас осыдан таратылар. Біткесін бала бойға білесің ғой, болады әр нәрсеге ана құмар. Әйтіп бүйтіп керегін әперемін, өйткені жігіт едім бала құмар. Сонан соң босанатын мезгіл жетер, таусылып күткен жанның тағаты бар. Қорқамыз осы күнгі доғдырдан да, олардың да сан түрлі санаты бар. Ана бала өлімін жиі естейміз, суыққа бар және тез таратылар. Төлемесең қарамайт кей дәрігер, десек те үстінде ақ халаты бар. Содан соң маған дұрыс қарасын деп роддомға пара беріп ана туар. Жететін жерге жетер деп ойлаймын, жігіт едім сөзінің қанаты бар. Пара беріп босанған сол анадан өскен соң паралатын бала туар. Әгейгәгім, әгейгәгім. Сыр шертіп білге қаға тоны көктен, төріңе көз тастасам төңіректен. Жаратқан бұл мекенді екі бастан, қазаққа қорған болар өңір еткен. Жұбан мен сағат туып ақ жайықтан, кестелі өлең жырын керім еткен. Қара төбе жерінен Салмұхитпен Ғарифулла ән жырын көбідеткен. Теректі де ағыштап өлең жазып, Марабай жырау жырын төгіп өткен. Алсырым ауданының тұлғалары тектілігі даламды тебіренткен. Абдулла өртке оранған ұшақпенен кесапат кер заманда кері кеткен. Бөкей орда батырлық мұнарасы ерлері хан майданға еніп өткен. Махамбет Жәңгір ханға датын айтып, жанына Исатайды серік еткен. Хиуаз бен мәншіктер фашистердің төбесінен түнеріп төніп өткен. Қойнауынан газбенен мұнай шыққан, бөріліні Оралға доныр еткен. Қысқасы Орал дейтін ордал елім, тарихы естігенді еміренткен. Батырлары ат ойлап атқа қонса, ата жауын алқымнан орып өткен. Марғасқа Махамбеттің ел аман бол, қалың елін қызғыштай қорып өткен. Әзбасы кеңірдектен кесілсе де, кеудесі қазағым деп соғып өткен. Рахмет, Ержан Әміров, Елдар Иқсанов. Қазылар, Елдар Иқсанов бар жағында тұр, Батыс Қазақстан облысының жас ақыны Елдар Иқсанов. 9. Көтерсек, Ахметжан, келген жұмысың соң көтеріп отыру. 9. 5, 9, 2, 8. Оржан жазып отыр, жаңылысып қалмайық. Ержан Әміров, Қызылорда облысы Шиелі. Бәрі 9.